Так, тағы саламатсыздар ма? Бізде келесі кезектегі видео түсіндірме обзор сабақ құрылымын жасауға арналған жасанды интеллект AI атауы DeepFit или DeepFight атауында тұрған ештеңе жоқ. Басты беті мынау, көрінетін беті. Ал мына жерде енді кез келген платформа сияқты алдыңғы видеолардағыдай өздеріңіз сілтеме арқылы сілтемеде бұл регистрациядан өтесіздер. Ол регистрация деген неизбежный нәрсе. Одан кейін мынау сабақ құрылымын жасалған универде жұмыс жасасаңыз, мектепте жұмыс жасасаңыз, немесе бір колледжде жұмыс жасасаңыз, сабақ барысында қандай сұрақ қоясыз, не арқылы түсіндіресіз деген сияқты қымыжыға ұқсас сабақ құрылымын жоспарлауға арналған платформаға былайша айтқанда AI. Енді мына жерге көріп тұрғаныңыздай негізінен бұл толық английский, осындай түрде көрінеді сіздерге. Бірақ мен Google арқылы қазақшаға аударып қойып қойғанмын, сіздер де солай жасай аласыздар. Егер қандай да бір кнопкаларды басқан кезде сіздерде ошибка шықса, тілді қайта английскийге қойып, қайта басып жіберсеңіз, сізге дұрыс запрос жасалатын болады. Кеттік. Алғашқы мен регистрация жасап қойғанмен. Алғашқы көріп тұрғаныңыз сөзбе-сөз келген нәрсе, яғни сөз жазасыз. Мынау мақала немесе YouTube арқылы кез келген бір платформадағы ссылканы осы жерге қойып, сол ссылка арқылы материал дайындасаңыз болады. Мәтін PDF арқылы мәтін жазсаңыз болады алғашқы строкаға, немесе целый PDF жүктесеңіз болады, немесе сөздік тізімдейді. Мен енді өзіміз үйреніп қалғандай мына жерге сөз арқылы дайындап көрсетейін. Мен математик мұғаліммін, сол себепті мына жерге жаңа бір нәрсе жазайық. Мысалы, пайыз оңайлық. Осындай сабақ өтетін болып ойланайық. Сосын 5-ші сынып, қазақ тілі, мына жерден қазақ тілін таңдайсыздар, соответственно. Өте қуанышымыз бар, қазақ тілі бар. Содан кейін ақпараттық мәтін деп тұр, көркем мәтін деп тұр. Маған көркем мәтін керек емес, маған только информация берсе жеткілікті. Енді ресурсты жасауды бастым. AI уже ақпарат іздеуге кірісті әртүрлі желілерден мұғалімнің орнына. Лайк басып тіркеліп кетіңіз, комментарий жазыңыз. Мен тегін материалдарды шығарып отыратын боламын. Сіз осы видеоны көріп отырған болсаңыз, демек сіз ақша төлеп доступ алып көріп отырсыз деген сөз. Тек ресурстар бөліміне өтіңіз дейді. Бұны бүйтіп баса салайық. Пайыз ұғымына бізге мына жерде қарасаңыздар, алғашқы бетіне суреттер шықты. Пайыз деген мынандай кез келген суретті таңдай берсеңіз болады. Интернеттегі суреттер ғой, енді бұл AI-дің мақсаты сол, интернетте не бар, соны алдыңызға әкеліп береді. Одан кейін кеттік. Не көрсетіп жатыр мына жерде? Бейімделген оқу үзіндісі дейді. Пайыз дегеніміз не, алғашқы түсіндіретін жеріміз ғой. Пайыз бұл санның 100-ден 1 бөлігі дейді, бұны мәтін күйінде. Бұл осы жердегі өзгертсеңіз болады. Дерек көздерін көрсетуді бассаңыз, дәл қандай сайттардан алынған, соны көрсетіп жерде Чойтека, Массагет, Білімленд, Яндекс деген сияқты сайттардан. Осы мәтін сізге жеткіліксіз болса, осы сайттар арқылы ары қарайғы мәтінді көре аласыз. Өңдеу, яғни керек жерін түзетіп аласыз деген сияқты. Көшіру деген енді сайыңыз түсінікті. Кеттік, түйіндеме дейді. Пайыз нақты нелері ғой, анықтамалары. Бұл жерде де точно также көшіріп аласыздар. Мына жерге негізгі сөздік сөздер дейді. Пайыз, қызықтырады, жасау, тиімді деген сияқты әртүрлі естіктермен байланыстырған екен. Мына жерде сөздік алып қоссаңыздар болады, мәтіннен тірек сөздерді алып, басқа сөздер жазу арқылы мына жерге тағы бір анықтама қоссаңыз болады. Кеттік, әрі қарай көп таңдаулы сұрақтар. Пайызды қалай жазамыз, мынау сұрақтар құрастырған. Енді сіз оны өзіңіздің пәніңізге байланысты қылып құрастырасыз. Мына жерде өңдеу, жауаптарды көрсету деп тұр. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Негізі платформаны үйренудің ең негізгі жолы, қазір сіз видеода мен көрсетіп жатқан кезде оңай сияқты көрінеді. Қазір сіз жұмыс жасау барысында бірдеңе ошибка шығады, бір нәрсе болады, и тастап кете саласыз. Болмайды екен деп.
осындай нәрседен тастап кетпей тағы біраз шұқыласаңыз уже алғашқы күнделік кезетті үйренген кезіңізді ойлаңыз, алғашқы инстаграмға кірген кезіңізді ойлаңыз. Ошибкалар жасау арқылы үйреніп кетеміз. Қысқа сұрақ жауаптар, оқушыларға қояды сұрақтарыңыз, жауаптарыңыз деген сияқты. Мына жерде де ашық кеңестер. Осы жерден ары қарай уже мына жерде скачать етіп алыңыз, басып шығаруды басып, немесе документ күйінде скачать етіп, PDF күйінде скачать етіп алыңыз. Ол енді оңай. Жалпы осы достық болғандарыңызға, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. YouTube-қа тіркеліп, лайк басып кетіңіз, комментарий қалдырып кетіңіз, бір нүкте болса да. Мен енді үздіксіз, Құдай қаласа аз-аздан болсын осындай видео түсіндірме салып отырамын, ақылы түрде де, тегін түрде де.